Бәсеке бар жерде даму бар. Қазақстан нарығында тұрғын үй бағасы неге қымбат? Бұған құрылыс материалдарының жылдан жылға шарықтаған бағасы. Сондай-ақ отандық құрылыс тауарларының сырттан әкелінуі себеп. Сыртқы импортты алмастыратын ішкі нарықта ең көп сұранысқа ие отандық құрылыс өнімдерін өзімізде өндіру туралы мемлекет басшысы бұған дейін айтқан болатын. Көп қабатты тұрғын үй қабырғаларын қалайтын темір-бетон бұйымдары қазіргі нарықта елімізде өндіріле бастады. Мәселен, Шымкент қаласында биыл тұрғындарды баспанамен қамтудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша 50-ден астам көп қабатты тұрғын үй салынады деп күтілуде. Осы орайда темір-бетон бұйымдары үйдің қаңқасын тұрғызуға таптырмайтын бірден-бір өнім. Алдыңғы жылдары темір-бетондар Шымкентте ең жақыны Жамбыл облысынан тасымалданған. Бір жақсысы, соңғы кезде темір-бетон шығаруда шымкенттік компаниялар қолға алып жатыр. Бұл біріншіден ішкі нарықта отандық құрылыс тауар көлемі артады. Сонысына орай тұрғын үй бағасының төмендеуіне де әсер етеді деген сөз. Яғни бәсекелес бар жерде даму, әрі баға тұрақтылығы бар. Біз отандық тауар өндіретін құрылыс орындарының бірі Ақорда корпорациясының темір-бетон зауытының аумағында болып, жасалып жатқан жұмыстарды көзбен көрдік. Мұнда шамамен 2 гектар жерде соңғы заманауи құрал жабдықтар арқылы сапалы, нарыққа сай темір-бетон бұйымдарды шығарылады. Зауыттың құрылып іске қосылуына 200 миллион теңге жұмсаған корпорация 50 адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорын қызметкерлері осы саладағы жоғары білікті әрі тәжірибелі мамандар. Өнім сапасы мен бағасы жағынан өте бәсекеге қабілетті. Темір-бетон бұйымдарын өндіру үшін біз жоғары сапалы материалдарды қолданамыз. Ол жаңағы арматура, бетон және тағы да басқа шикізаттар. Өндіріске темір-бетон бұйымдарын өндіру үшін барлық қажетті цикл бар. Біз формаларды қолданамыз, вибростойканы қолданамыз, котельная және сушка. Токарлық станоктарды пайдалана отырып, жоғары білікті мамандарды тарта отырып осы формаларды жасадық. Форма өте қатты, ауытқулар қалыпты шектерде. Шетелдік аналогтардан еш кем түспейді. Осылайша Шымкентте біз отандық өнімдерді пайдалана отырып, нарықтағы сұранысы жоғары қазақстандық өнімдерді шығарамыз. Бізде СТ сертификаты бар және сәйкестік сертификаты бар. Яғни Ақорда корпорациясы отандық өнім шығарушы ғана емес, отандық өнімді насихаттаушы әрі қолданушы. Ақорда 15 жылдан бері бетон шығарады. Сапасында сын жоқ. Бағасы да өзге өндірушілердің нарыққа шығарған құнынан 40%-ға төмен. Десек те, корпорация түрлі кедергілерге тап болып отыр. Себебі дәл осындай кәсіппен айналысатын Дала Констракшн компаниясы нарықты меншіктеп алған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев күн сайын қымбаттап, бақылаудан шығып бара жатқан нарық бағасын реттеу үшін монополистер мәселесін шешуді қатаң тапсырған еді. Өкінішке қарай, Шымкенттегі құрылыс саласында президенттің сөзін аяқ асты еткен алпауыттар кездеседі. Дала Констракшн жайлы солай деуге болады. Бұл компания шығаратын темір-бетондар Ақордамен салыстырғанда әлдеқайда қымбат. Тіпті Шымкент құрылысшылары үшін көрші облыстан таситын бағаға жете қабыл. Әйтсе де мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй салатын компаниялар тап осы бағасы қымбат темір-бетонды алуға мәжбүр. Неге? Шымкент қалалық құрылыс басқармасы ұсынған мемлекеттік тапсырыстың техникалық сипаттамасы Дала Констракшн компаниясының оң қолайына келетін етіп жасалады. Көңілге күдік ұялататын да осы. Мұның астары неде? Осы сұрақтың жауабын іздегенде мынадай жай ойға қалдырды. Қазіргі Шымкент қалалық құрылыс басқармасының басшысы Әбілсейіт Рабаев Дала Констракшн компаниясының негізгі қалаушы кәсіпкер Болатбек Әлиевтің бұрыннан келе жатқан үзеңгілесі. Яғни, Әлиев 2007 жылы бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаментінің директоры болған кезде, Әбілсейіт Рабаев оның қол астында қызметте болған. Жалпы, Әбілсейіт Рабаевқа қамқорлық жасап, оның қызметте көтерілуіне ықпал еткен тап осы Әлиев деген сыбыс бар. Неге десеңіз, құрылыс басқармасы мемлекеттік тапсырыс порталында жариялайтын конкурстардың техникалық сипаттамасын қарасаңыз, құдды Дала Констракшн компаниясының құрылымына лайықтап жазылғандай. Өйткені қойылған талаптар мен шарттар тек Дала Констракшн компаниясына сай келеді. Техникалық сипаттама дәл келіп тұрған соң, міне Дала Констракшнға жол ашық. Конкурсқа түсте ұтып ала бер. Қолыңнан келсе,
қонышынан бас демекші, ұтып алатында құрылыс алаңдарында темір бетон жеткізетінде, нарықта жоғары бағаны қоятында сол баяғы Дала Construction компаниясының өзі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев монополистерге қатысты бір сөзінде былай деген болатын: тиісті уәкілетті органдар бағаны белгілеген кезде оның қаншалықты негізді екенін мұқият қарау керек. Мұның астарында экономикалық себептен бөлек біреудің жұмысқа әрекеті жатқан жоқ па деген сауал туындайды. Жұмысқа әрекет демекші, мұнан бұрын Дала Construction компаниясының қалалық құрылыс басқармасының мемлекеттік тапсырыстарын орындап жатқанын айттық. Міне, мәселенің түп тамыры осы жерге келгенде айқындала түседі. Болатбек Әлиевтің бір қателігі, ол көзіне түскен бәсекелестерін мойындағысы келмейтіні. Facebook әлеуметтік желісінде білдірген бір пікірінде түкке тұрғысыз бір компанияға орынсыз сертификат берді деп, Атамекен кәсіпкерлер палатасына шүйлігеді. Жалпы STKZ сертификаты қандай жағдайға негізделіп беріледі? Сертификат STKZ деген бұл происхождениесін, қай жерден шыққанын көрсетеді, елін көрсететін, соны дәлелдейтін сертификат, және оның ішіндегі отандық өнімнің пайызын көрсететін. Бұл мемлекеттік органдарға отчет ретінде қолданылып, оны мемлекеттік сатып алуларды дәлелдейтін сертификат болып табылады. Сондықтан бәсекелестік темасына оралатын болсақ, бәсекелестік ашық болу керек, бәсекелестік әкімшілік ресурстарды қолданып, немесе кедергілерді қолданып, олай болмау керек. Әрине, бәсекелес болған кәсіпорын әрқашан өзінің сатуын табады, өзінің клиентін әрқашан табады. Оған әр жерде жазып, оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Сондықтан сертификат болсын, болмасын, кез келген кәсіпорынды біз қолдаймыз. Бұны үлкен, кіші, шағын деп біз ажыратпаймыз. Бірақ бұл жерде бәріне мүмкіндік беру керек. Нағыз адал шығарылып бәсекелес болған тауар уақытысымен көрсетеді өзі. Нарық деген өзі сондай сала. Бұл жерде енді ең бәсекелес, ең жаңағыдай таза, жақсы жұмыс істеген кәсіпорындардың өзі бәрі өзінің жолын тауып, ары қарай халықта оған, соның мемлекеттік орган болсын, халық болсын, жалпы нарық оған ертең предпочтение беретін болады. Оң қараймыз. Біз оған компаниямыздың жарнамасы үшін ризамыз. Егер мұндай өте қымбат зауыт біздің ұқсас өнімді шығара бастағанымызда алаңдаса, және біздің тарапымыздан бәсекелестікте алаңдаса, онда біз дұрыс бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз және бәрін дұрыс жасап жатқанымызды білдіреді. Біз шығаратын өнімге жауап беретінімізді және тиісті кепілдік беретінімізді, әрқашан адал бәсекелестікке қолдайтынымызды атап өткім келеді. Біздің компания нарықта жұмыс істеу керек пе, жоқ па? Бұл біздің монополист бәсекелесімізге емес, тұтынушыларға қатысты мәселе. Өз атымнан айта кетер болсам, бұндай өндіріс көп болу керек, сонда бәсекелестікте саланы дамуы да болады. Біз тек өз өнімдерімізге көңіл бөлеміз. Бәсекелесіміздің тауарын жамандамаймыз. Біз сотта салауатты бәсекелестік принциптерін қорғауға дайынбыз. Әңгіменің тоқ етерін айтсақ, отандық тауар өндірушілердің қатары көбейгені еліміздің экономикасы үшін өте пайдалы. Әрқашан нарық бар жерде бәсеке бар жерде даму бар екенін ұмытпайық.